Қадірменді тыңдармандар, аяулы көрермендер, баршаңызға сәлем. Өтей бойдақ Тілеуқабылұлынан бұрында қазақ халқының төл медицинасы болған ба? Бұл сауалға Мақсат медициналық орталығының директоры, философия ғылымдарының PG докторы Мақсат Әбдіқадырұлының зерттеу еңбектері бойынша жауап іздеп көрейік. Мақсат Әбдіқадырұлы өз еңбектерінде танымал тарихшы, этнолог Өтеген Әбдіраманның қазақтың дәстүрлі халық емшілігі кітабына сілтеме жасай отырып былай дейді. Кеңестік социалистік дәуір деп аталатын 70-жылдық кезеңде жаппай орыстандыру саясаты жүргізіліп, жергілікті ұлт өкілдерінің салт санасына, тілінің, мәдениетінің өркендеуіне қысым жасалып, орыс халқының мәдениеті, тілі өзге халықтарға үлгі, өнеге ретінде еріксіз таңылды. Цензура жарық көрер әрбір мақаланың, кітаптың мазмұнын егжей-тегжейлі жіті бақылап отырды. Айтылар ойдың астарында халықтар достығына, орыс халқының шамына тиер сөздер жоқ па деп сүзгіден өткізілетін. 70-жылдық кеңестік кезеңде қазақтың дәстүрлі халық емшілігінің тарихын кеңінен зерттеу, оның дінге қатысы жоқ тиімді әдіс тәсілдерінің өзін жете насихаттау мүмкін болмады. Шығыстық медицинаның негізінде дамыған қазақтың халық медицинасының жетістігін ол заманда талдап, зерттеу батыстық медицина жетістігіне көлеңке түсірердей қабылданатын. Соны байқаған тарихшылар халық медицинасының тарихын зерттеу медицина мамандарының міндеті санаса, медицина мамандары тарихшылардың міндеті санап, батыл шешімге, терең ауқымды ғылыми қорытындыға келе алмады. Ғасырлар бойы халықпен бірге жасасып келген қаншама данышпан азаматтарымыз жатқан бесікті қазақтың өз ғалымдары арқылы бесікке бөленген баланың денесінің өсу қабілеті баяулайды. Сондықтан дене бітімі кішкентай болып қалыптасады, ойлау қабілеті төмен болады деген дәлелдер айтқызып, күнделікті өмірімізден аластатылуға сәл-ақ қалдық. Қазақ елінің мұсылман дінін қабылдауына орай салт санасынан берік орын алған бала сүндеттеу рәсіміне теріс көзқарас туғызу үшін жұмысқа әрекеттерге ем барды. Компартия идеологтары мәселенің осы жағына ерекше мән беріп жіті қадағалауға алып отырды. Демек, өткен шақтарымызда, әсіресе кеңестік кезеңде қасіретті жағдайдың болғаны анық. Ал ендеше ескі тарихымыз не дейді? Өтей бойдақ Тілеуқабылұлынан бұрында қазақ халқының төл медицинасы болған ба? Қазақтың ол рухани құндылықтары, ежелгі бастауалар қайнар көздері 3000 жылдай Еуразияның ұлы даласында өркендеген сақ, құн, үйсін, қаңлы мен түрік бірлестіктерінің мол мәдениетінен нәр алды. Халқымыз аталған тайпалық, ұлыстық кезеңдерді бастап кешіп, ұлт болу үрдісін қалыптастырды. Көшпенді өмір, киіз үйде, ат үстінде өмір сүру сынды ерекшеліктер олардың өзге халықтардан жеке дара болмысын сомдады. Табиғатқа жақын болу сынды ерекшелік олардың емшілікке бейімділігі мен тәуелділігін де арттырды. Мысалы, ата-бабамыздан бері келе жатқан қойдың құйрық майын, құрқылтайдың ұясын, құралайдың құмалағын, қара сабынды тұтыну, аша, жалбыз, ермен, жусан, қаранбыз, дәрілік өсімдіктерді қажетіне жарату сынды дәстүрлі амалдары ғасырлар бойғы тәжірибелердің жемісі. Сақ дәуірінен жеткен деректер бойынша ежелгі ата-бабаларымыз мал дәрігерлігі мен адам дәрігерлігін қатарынан қолдана білген. Қазақ емшілігінің қалыптасу негізінің бірі тұрмыс ортасына қарай малдар мен аңдарды боршылау және оны емдеу жолдары арқылы да түрлі тәжірибелерін байытып отырған. Жыл санауымыздан бұрынғы Қытайдың хан патшалығы дәуіріндегі жазбалар баянында қан дауырды таңдай, тіл астына шаншып, іш ауруды емдеу жөнінде жазған екен. 1094 жылы Ляо мемлекетіне елші болып барған Жаң Шүнмен жазған елшінің Ляо мемлекетіндегі естелігі атты жазбасында батыс елдерінің арақ арқылы жансыздандырып, ота жасайтындығы жазылған. Қытай ғалымы Су Бихай қазақ халқының мал анатомиясы мен физиологиясы жайындағы білімдерін бағалай келіп, қазақ халқы ұзақ уақыт мал бағу барысында малда үнемі кезігетін аурулар мен маусымдық ауруларды ерген. Оның үстіне үнемі мал соятындықтан малдың дене түзілімі, мүшелері және оның физиологиялық қызметі жақтарындағы мол білімдер мен емдеу техникаларын жаратты деген еді. Грек тарихшысы Страбонның география атты еңбегінің 7-ші томында сақтардың бие сүтінен қымыз ашытқаны және жылқыларды пішкені туралы мәлімет бар. Түркі халқы этнографиясының көрнекті өкілі Потаповтың жазбасы бойынша қымызды ойлап тапқан көшпенділер, себебі нағыз көшпенді тұрмыс шыдамды да, жүріске мықты жылқы өсірумен байланысты болды. Көшпенді тұрмыста бұл жаңалыққа тап болу әсте қиын емес еді.
Сауып алынған бие сүтін тері ыдысқа құйып көшіп жүргенде, ыстық күнде шайқалған сүт өзінен өзі қымызға айналған. Шайқалған сүтті ішіп көрген көшпенді, шөлін қандырып, жан сарайын ашып, денсаулығын нығайтып, көңіл күйінің көтерілгенін байқаған. Олар енді әрі қарай қымыз жасаудың әдістерін жетілдіре білген. Негізінде, қазақтарда қымыз ашытудың осы көне әдісі әлі күнге дейін сақталған. Қазақтар әлі күнге дейін қымызды тері ыдыстарда сақтайды, және ұзақ көште тері ыдыста үнемі бір қалыпты шайқалып, көбіктеніп тұрған қымыз ең дәмді деп саналады дейді Потапов жоғарыдағы баянында. Қытай тарихшысы Сыма Цзянь сақ тайпалары соғыста жараланғандарды емдейтіндерді жарықшы, қарғышы, таңғышы деп атайтындығын жазған. Қытай ғалымы Жу Гобин қазақ шипагерлігінен туған ой атты мақаласында былай дейді. Шипагерлігінің тарихы ұзақта жатыр. Арыдан айтсақ, ол ежелгі Грекияның Гиппократымен тікелей байланыста. Өйткені Гиппократ өз заманында сақ тайпаларының арасына келіп өмір сүріп, сақтардың философиялық идеясы мен мәдени мәйегінен нәр алған. Ал сақтар қазақ ұлтының ата-бабасы болып есептеледі. Ертедегі Грекияда сақ шипагерлері мол құрметке бөленген. Қазақ шипагерлігіндегі 6 тұғыр, яғни кеңістік тұғыр, тұрақ тұғыр, жарық тұғыр, қараңғы тұғыр, ыстық тұғыр, суық тұғыр ілімі Аристотельдің 4 негізгі заты, яғни су, от, топырақ, ауа және ғаламның 4 сипаты, яғни құрғақ, су, дымқыл, ыстық, бүкілдей ұқсас ұғымдар. Гиппократты қазақтың ата-бабалары Лұқпан хәкім деп атаған. Халық арасындағы қазақ шипагерлері ем-дом жасаудың алдында үнемі бұл менің қолым емес, Лұқпан хәкімнің қолы деп сиынып отырған. Қазақтың Гиппократқа қалай табынатынын осыдан-ақ байқауға болады дейді Қытай ғалымы Жу Гобин. Мақсат Әбдіқадырұлының зерттеу еңбектерінде көрсетілген дәйектер мен деректер мұнанда көп. Қытай тарихындағы қазаққа қатысты деректерге ден қойып жүрген әкелі балалы ғалымдар Ясин Құмарұлы мен Айнұр Ясинқызы көшпенділер және орта жазық шипагерлік мәдениеті аталатын мақаласында батыс өңір көшпенділер медицинасының ішкі Қытайға кеңінен таралып, Қытай медицинасының қалыптасуына ықпал етіп қоймай, көшпенділер медицинасында да өзара тәжірибе алмасу арқылы даму үрдісін тудырғанын тілге тиек етеді. Олар аталған мақаласында батыс өңірден табылған қытайша және олардың тілінде жазылған емшілік туралы шығара олардың өзара әсі көрсетеді дейді. Мақсат Әбдіқадырұлының зерттеу еңбектерінде көрсетілген деректер шығыстық мұсылман емшілігі хақында да кеңінен тоқталады. Еуропа әлі дами қоймаған шақта ислам әлемі ғылым мен өнерде алтын дәуірде қол жеткізіп, Қытай мен Үндістан батыста Еуропамен қарым-қатынаста болған. Араб тілі кең аймақта қолданысқа ие болып, ғылымның ортақ тіліне айналған. Мұсылман ғұламалары математика, астрономия, оптика, физика, химия, медицина мен дәріханалық салаларда таңқаларлық биік деңгейге жеткен. Шығыс елдерінде және араб халифатында қоғамның жалпы даму жолы жоғары деңгейде болуымен қатар, медицинаның дамуы да ерекше биік өреде болған. Алғашқы сауықтыру емханасы 707 жылы Шамда ашылды. Ал Еуропада алғашқы емханалар 1224 жылдардан кейін ғана салына бастаған. Атап айтқанда, мұсылмандардан 500 жылдан кейін ғана емханалар жұмысын қолға ала бастаған екен. Мұсылмандар әлемдік саудаға ықпал жүргізіп тұрған шақта мұсылман елдеріне түрлі мемлекеттерден көптеген өсімдік түрлері жеткізілетін. Алғашқыда дәрігерлер арнайы дәрілерді өздері жасайтын. Кейіннен ол сала жеке дамып, 754 жылы Бағдатта тұңғыш дәріхана ашылған. Қысқаша айтқанда, ғылымның көптеген салалармен қатар медицина мен дәрі жасау саласында да мұсылман ғалымдарының батыстықтардан бұрын қимылдап, оларға жол ашқаны анық. Шығыстың ол ғалымдары Ар-Рази, Әл-Фараби, Әл-Бируни, Абу Али ибн Сина сынды ғұламалар аталған тарихи кезеңнің адал шәкірттері ретінде тарихқа таңбаланды. Өткен ғасырдағы қазақ емшілерінің қолына түскен араб жазуындағы ескі емшілік кітаптары хақында да деректер көп. Қытайдың Шыңжаң өлкесі Жемсары ауданында өмір сүрген көрнекті қазақ емшісі Жүніс Смағұлұлы өзінің емшілік тарихы хақында тоқтала келіп былай дейді. Алғашқы кездері әкеден көргенім бойынша емдеу жүргіздім.
Кейінгі кезде науқастардың сауығу жағдайына, жасаған емнің қону өнімділігіне қарай отырып, біртіндеп дербес ой жүгіртетін болдым. Сөйте жүріп, біраз адамды ажалдан арашалап қалдым. Тәжірибем де молығып, жұртқа таныла бастадым. Емшілік өнерімнің көлемін кеңейтіп, оташылықты да үйреніп алдым. Кейін келе, қолыма Мажмағұл Дауат деген кітап түсті. Мұнда әйгілі араб, Иран дәрігерлігі жөніндегі сауаттар баяндалған екен. Мен мұны жергілікті жағдайға үйлестіре отырып істеуге кірістім. Жылдар өте келе емшілік дәрігерлік және оташылық тәжірибем молыға түсіп, недәуір күрделі ауруларды да емдеп жазатын өреге көтерілдім, дейді Жүніс Смағұлұлы. Аталған Мажмағұл Дауат кітабы туралы нақты мәліметтер болмаса да, біз оның араб тіліндегі еңбек екенін аңғарып, алдағы уақытта зерттеуге тиісті тақырып ретінде қараймыз. Мұндай емшілік тәжірибесі Смағұл емшінің басынан ғана өткен жоқ. Қазақ даласындағы имандылық құндылықтармен бірге кеңінен тараған жазба кітаптардың көбі мұсылмандық қағидалары болумен бірге емшілікті де қамтыды. Соның бір бөлімі жұлдызнамалық еңбектерден де көрініс тапты. Айталық, өткен ғасырдың басында өмірден өткен Бекасыл әулие Биболатұлы жазып қалдырған жұлдызнама кітабында мұсылман емшілігі мен қазақ емшілігіне қатысты көптеген деректер қамтылған. Мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, филология ғылымының докторы Мырзатай Жолдасбеков аталған кітапқа жазған алғы сөзінде: адам баласына қажетті мұра. Кітапта аурулардың түрлеріне, оның есептеріне, емдеу тәсілдеріне кең орын берілген, дейді. Шынында да жұлдызнама атты бұл асыл мұра 19 ғасырда жазылған көне дүние. Қолжазба араб, парсы, түрік тілдеріне ортақ қалыптасқан шағатай тілінде жазылған. Қолжазбада адам сырқатына қатысты шипалық дәру іздеуге мол орын беріліп, оның екі түрлі жолмен іске асатыны сөз болады. Біріншіден, рухани жолмен емдеу мәселесі бұл дұғалық, дем салу, шірткі және ұшықтау. Екіншіден, дәрілік шөптер мен аңдардың өті, бауыры және қаны, бал, тіп арқылы емдеу мәселесі тиянақты сөз болады. Жұлдызнама кітабында ежелгі ислам дәуіріне тән және байырғы емшілік амалдарымыздан жалғасқан көптеген емдік рецепттер бар. Қорыта келгенде, Мақсат Әбіқадырұлы ұсынған тарихи, ғылыми деректер Өтей бойдақ Тілеуқабылұлынан бұрында халқымыздың төл медицинасы болғанын көрсетеді. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағатынан алынған құнды деректер. Қазақ медицинасы хақында, Мақсат медициналық орталығы хақында және аталған ұжым басшысы, философия ғылымдарының PG докторы Мақсат Әбдіқадырұлы еңбектері хақында білгіңіз келсе, осы каналға жазылыңыз, тіркеліңіз. Ел аман, жұрт тыныш болсын, ағайын.